Бәріне сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге оңай әрі санаулы құрамды қажет ететін печеньенің рецептісімен бөліскім келіп отыр. Видеоның соңына дейін қарауға кеңес беремін. Арнаға тіркеліп, комментариялар жазып кетіңіздер. Ал ендеше кеттік. Ол үшін бізге ең алдымен бөлме температурасында еріген 75 грамм жұмсақ сары майымызды таза ыдысқа салып, үстінен 50 грамм қантымызды салып, жақсылап араластырамыз. Содан кейін бір жұмыртқамызды салып, тағы да жақсылап араластырамыз. Ұнымызға қопсытқышты салып, біздің майлы массамызға аз-аздан салып, қамырды жасаймыз. Ұн әркімде әртүрлі. Егер сіздің қамырыңыз қатты жабысқақ болып жатса, тағы біраз ұн қоссаңыз болады. Біздің қамырымыз дайын болды. Осылай жұп-жұмсақ, қолға жабыспайтындай болу керек. Енді үстелдің үстіне кішкене ұн сеуіп, қамырымызды жаямыз. Қамырымыздың қалыңдығын 2-3 мм-дей жайдым. Енді өз қалауларыңыз бойынша әртүрлі формада жасасаңыз болады. Егер сізде мен сияқты форма жоқ болса, кәдімгі стаканмен домалақ форма келтіреміз. Тағы қалған қамырымызды жинап, біріктіріп, тағы да печеньканың формаларын жасаймыз. Печеньелердің кішкене тәттірек болсын деп, бір жақ бетін қантқа аунаттым, бірақ бұл міндетті емес. Енді дайын болған қамырымызды қызып тұрған пеште 180 градуста 15 минутта пісіріп аламыз. Печеньеміз дайын болды. Үгітілмелі, жұмсақ болып шығады. Осы рецепт бойынша жасап көріңізге кеңес беремін. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сіздермен бірге болған Дилара.